қолымызды жайып, хадис бойынша мына екі алақан бір-біріне тию керек, былай емес, или былай емес. Мына екі алақан иықтың тұсына шейін көтеріледі деп айтады Айша анамыз алейхиссалам қолы. Дұға қылған кезде осылай көтерілетін еді. Тиіп тұру керек. Екеуі тиіп тұру керек, осылай. Кейін иықтың тұсына шейін екі қол көтерілетін еді алейхиссаламның. Сөйтетінде алейхиссалам Алланы мақтайтын сол жерде ше. Алланың көркем есімдерін айтатын. И солай айтыңыздар дұғада. Ар-Рахман, Ар-Рахим, Әл-Малик, Әл-Қуддус, Әс-Саттар, Әл-Ғаффар. Яғни Алла Тағала неше көркем есім білесіз, айтып кете беріңіз. Алла Тағала өзінің есімдерін жақсы көреді да. Алланың есімдерін айтып болғаннан кейін Расулаллаға салауат айтыңыз. Аллахумма солли аля Мұхаммад, ва аля Мұхаммад, кама соллайта аля Ибрахим деп. Сол салауат, қандай салауат білесіз, соны айтыңыз. Кейін салауат айтып болғаннан кейін енді дұға қылып сұра енді. Не керек жалпы, қандай мұқтаждығың бар? Үйде ана ас, тұз бар ғой, тұз. Ас тұз дейміз ғой. Сол тұз бітіп қалса да тұз сұраңдар дейді. Не бар, бәрін сұрай бер Алладан. Кейін сұрап болғаннан кейін қайттан Аллаға мақтау айтып, Расулаллаға салауат айтып, сөйтіп бетімізді сипаймыз. Толыққан деді ше. Өйткені алейхиссалам бетін сипамайынша қолын төмен түсірмейтін еді дейді хадисте. Айша анамыз жеткізеді бұл риwаятты.